Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Егер менің YouTube каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіз. Бүгін сіздермен өте дәмді, жұмсақ кекс дайындайтын боламыз. Ол үшін видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Алдымен 3 жұмыртқамызға 1 кесе шекерімізді салып, жақсылап араластырып, еріген маргаринімізді құйып, үстіне ұнымызды, разрыхителімізді салып, 1 келі масты шыққанша миксерлейтін боламыз. Және әркім өз қалауынша, бұл міндетті емес, мен мысалы қара өрік қостым ішіне. Енді дайын болған массамызды формамызға саламыз. Және ортасына кез келген варенье салсаңыз болады. Бетіне массамызды құйып, 180 градус қызып тұрған пеште 30-35 минутқа пісіріп аламыз. Піскенше кремімізді дайындаймыз. Ол үшін салқын сливкиімізді мықтылап миксерлеп, үстіне сахарный пудрамызды салып, және творожный сырымызды салып, осындай крем шыққанша араластырамыз. Дайын болған кексімізді осындай формаларға салып, жақсылап орналастырамыз және бетіне кремімізді құйып, өз қалауымызша әсемдейміз. Өте дәмді, нәзік, әдемі кексіміз дайын болды. Міндетті түрде менің рецептім бойынша жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Бүгінгі рецептім ұнаған болса, өзіңізге сақтап алып, менің YouTube каналыма тіркеліп, міндетті түрде лайк, комментарий қалдырып кетіңіз. Ас болсын.